Жамбыл облысының ауылдарында енді спирттік өнімдер сатылмайды. Қасиетті Рамазан айында басталған игі істі жұрт белсене қолдап жатыр. Тек осы ораза айында ғана емес, жыл 12 ай бойы ешкім ішімдік сатпайды. Дүкен иелері алкоголь өнімдерін сату жөніндегі лицензияларын облыстық кірістер басқармасына өз еріктерімен өткізуде. Ащы судан бас тартқан ауылдарда тілшіміз аралап қайтты. Ішімдіксіз ауыл жобасы Жамбыл ауданында басталды. Шәкен Ниязбеков, Шайқорық, Танты, Қапалы елді мекендеріндегі 22 дүкенде ішімдік енді мүлде сатылмайды. Жеке кәсіпкерлер Рамазан айында ғана емес, алдағы уақытта да зиянды суды ауыл дүкендеріне әкелмейміз деп отыр. 5 ауылдағы 7,5 мың тұрғын ішімдіктен бір ауыздан бас тартқан. Осындай іс-әрекеттер әр ауылда да істесе деген ниеттеміз. Арақ тағамдарын, заттарын сатылмасын деген акциямен бүгін шығып отырмыз. Ол тек қана ораза айында емес, бүкіл осы жыл 12 ай арақ сатылмайтын болды. Бұл бастама науқандық шара емес. Дүкен иелері алкоголь өнімдерін сатуға арналған рұқсат құжаттарын облыстық кірістер басқармасына өткізіп жатыр. Ауыл тұрғындары салауатты өмір салтына бір жола ден қоймақ. Пандемияның кезінде де күндіз-түн демалмай жұмыс істеді жастарымыздың бәрі. Осы жастардың бастамасы, осы жастардың қолдауы мінекей осындай жетістікке жетіп отырмыз. Бұған мына жаңағы сатушыларымыз да, мына жаңа кооператив бастықтары бәрі келісіп, жұмысын жақсы болып осыны істеп жатырмыз. Алла молынан берсін, Алла жақсылық берсін. Ішімдіксіз ауыл атанған елді мекен тұрғындары бұл бастаманы өзге ауылдарға эстафета ретінде жолдады. Жақсы бастаманы қолдағандар оны демде іліп алып кетіп, дүкендегі алкогольді құртамыз дегендердің қатары арта түсуде. Енді аудан көлемінде біз ары қарайда басқа ауылдық округтерге осы ауылды үлгі ретінде пайдаланып, қолданып, басқа ауылдық округтерде де осы жұмыстардың бәрін жалғастыратын боламыз. Жалпы ойлаймыз, аудан деңгейінде барлық 17 ауылдық округтерде де осындай жұмыстар жүргіземіз деп. Бірлескен істе береке бар. Ауыл ақсақалдары енді құқық бұзушылық пен жұмыссыздықтың азаятынына сенімді. Сондай-ақ қайырымдылық шарасын ұйымдастырып, үйкүйсіз жүрген жандарға асарлатып баспана салып беруге бекініп отыр. Жамбылдықтардың бұл осы өзгелерге үлгі боларлықтай. Берік Жұмабайұлы, Шернияз Борантаев, Астана Таймс, Тараз.